Ассалаумағалейкум. Бүгінгі бізде төртінші сабақ бізде advocate етістігіне арналады. Advocate немесе етістік зат есім. Яғни негізгі бұның формасы ағылшын тілінде зат есім де бола алады, және етістік де бола алады. Advocate бұл жерде етістік болып тұр. Мына қараңыз, advocate'тің негізгі етістіктегі мағынасы, яғни етістік формасында бұл қалай аударылады қазақ тіліне? Advocate бір нәрсенің жақтаушысы болу, Мысалы үшін бір қарама-қайшы көзқарастар орын алса, бір көзқарастың жақтаушысы болу, соның жағында болу, только соны қолдап, соны поддержка беріп, соны қорғап, соның жақтаушысы болу. Бұл жерде advocate сөзі осындай мағынаны береді, осындай контексттерде қолданылады. Means to publicly support or recommend a particular cause, idea or person. It can also refer to a person who speaks on behalf of someone or something. Жәлдеді біреудің атынан сөйлеу, және де соған қолдау көрсету. Advocate сөзін support сөзімен аударсақ та болады, орын ауыстыруға да келе береді. Бізде support не? Қолдау білдіру, қолдау. Ал advocate те қолдау. Advocate'тің негізгі айырмашылығы supporttен. Advocate бұл қолдағанда өте қатты қолдау деген сөз ғой, былайша айтқанда. Support бұл жай ғана қолдау, ал advocate соның жағында болу, соның сөзін сөйлеу, соны қолдау деген мағынаны білдіреді осы advocate. Жақсы. Енді мен осы жерге бір мысалда жаздым. Мысалы үшін, she advocates for equal rights for women. Ол не дейді? Ол әйелдердің құқығын қорғайды, әйелдердің құқығын қорғайды, соның әйелдердің құқығын жақтаушысы, және соны қорғайды, соның жағында деген сияқты, соның сол үшін бәрін істейді деген сияқты мағынаны беріп тұр бұл жерде advocate сөзі. Келесі көріңіздер ме? Зат есім. She advocates. Мына жерде present simple болған үшін S жалғау жалған тұр. Many doctors advocate for a healthy lifestyle. Көптеген дәрігерлер здоровый образ жизньді қолдайды. Мына жерде advocate бұл жерде қолдау, соны жақтау, сол үшін бәрін істеу, міне қолдау, яғни поддержка беру немесе жаңағыдай қорғау деген сияқты. Келесі, he became an advocate for environmental protection. Не дейді? Бұл жерде advocate сөзі қорғаушы болып тұр, яғни бұл жерде зат есім ретінде қолданылып тұр. He became деген болу, становиться. He became an advocate for environmental protection. Бұл жерде ол қоршаған ортаны қорғау үшін белсенді жақтаушысы. Мына жерде жақтаушысы, яғни соның қорғаушысы, жақтаушысы деген мағынаны білдіреді, адвокат сөзі міне. Бұл заңдық контексттерде де қолданады. Мысалы үшін сотта білесіздер, прокурор болады, адвокат болады, сот болады. Адвокат бұл жерде жаңағы айыпталушыны қорғау деген сияқты өздерінің бір функциясы бар, өздерінің жұмыстары бар. Жақсы, келесі. Parents often advocate for their children's education. Бұл жерде advocate сөзі қолдау дегенді білдіріп тұр. Қолдау, поддержка, просто support деген орын ауыстырып тұр. Parents often advocate for their children's education. Ата-аналар өздерінің балаларының білім алуын не дейді? Қолдайды дейді. Яғни соның жақтаушысы, соны қолдайды, соны қалайды. The word advocate comes from the Latin word advocatus, meaning one called to aid or defender. Defender бізде қорғаушы. Яғни дейді, негізгі бұның advocate сөзінің негізгі түбірі бұл латын тілінен келген екен, advocatus сөз екен. Яғни біреуді көмекке шақыру немесе қорғау деген мағынаны білдіреді екен. Мысалы үшін жеңілде айтты, қорғаушы көмекке шақырылған. It's formed from the prefix at, to, and the vocar, to call. Яғни бұл жерде енді сөздің құрылымын айтып тұр. Бізде prefix бұл предлог. Мына жерде біз vocar бұл root, бұл негізгі түбірі. Жақсы, бұл енді білдік. Бұл латынша сөздің негізгі құрылымы.
Бұдан келесі. Бұдан өтіп кете салайық. Келесі синоним. Қараңыздар. Supporter. Я? Бұл енді етістіктегі нелері, зат есімдегі синонимдер. Supporter қолдаушы, proponent насихаттаушы, defender қорғаушы, campaigner бұл жерде не? Насихат жүргізуші. Яғни жаңағыдай айтып кеткенімде бір нәрсенің, бір идеяның, бір көзқарастың немесе бір жақтың, яғни солардың қорғаушысы, соларды насихаттаушы, солардың жағындағы, яғни солардың сөзін сөйлейтін кісіні айтады. Яғни қолдау көрсетеді, соның жағында тұрады, барлығын сол үшін істейді. Ал антоним сөздеріне қалай келсек, бұл оппонент, қарсылас. Жаңағыдай қолдаушы жаққа қарсылас. Яғни сен мысалы үшін advocate бұл жерде қолдау көрсетіп тұр, оппонент қарсы болып тұр, иә? Енді өз білініп тұр ғой. Critic, сыншы. Advocate бұл сынамайды. Бұл только жақсы жақтарын айтады, және де қорғалып жатқан объектінің тек қана жақсы жағын, яғни соның сөзін сөйлейді, бір сөзбен айтқанда, advocate. Ал critic болса сыншы, иә? Бұл сыншы, яғни бұл тек жаман жағын айтады, тек жаңағы объектінің жаман жағын, немесе соның бір кемшіліктерін айтып отырады. Ал advocate оның только плюсын айтып отырады, минустарын вообще айтпайды, мүлдем айтпайды. Adversary бұл қарсы адам. Бұл енді заң контексттерінде де қолданады. Жақсы, енді мен сіздер түсінікті деп ойлаймын. Негізгі идеяны айтып кетейін. Енді advocate сөзі бұл ағылшын тілінде. Негізгі шыққан жері бұл латын тілінен енген сөз. Бұл қандай контексттерде қолданады? Мысалы үшін идеялар, көзқарастар, саясат немесе сот контексттерінде қолданады. Мысалы үшін сотта білесіздер адвокат, яғни қорғаушы. Адвокат деп бір қорғаушыны айтсақ та болады, кез келген. Және де advocate бұл етістікте бола береді. Біреуді қорғау, соған қолдау көрсету, соның жағында болу, соның сөзін сөйлеу деген мағынаны білдіреді. Жалпы қорытындыладым, енді тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.